ұстаз дейді, бір кісі жазып тұр. Аға дейді, саламатсыз ба аға дейді. Мен агностикпін дейді да маған. Мен агностикпін дейді. Мен Құдайдың бар екенін білем дейді да. Бірақ ары қарай дейді, қалай болады екен дейді да жаңағындай. Құдай, маған сұрақ қойып отыр да, Құдай, мысалы бір адам бар дейді, ол мұсылман емес дейді да. Мұсылман емес, Құдай оны азаптай ма не дейді да. Ол бірақ жақсы кісі. Мысалы бір адамды елестетейікші дейді да, басқа дінді ұстанады. Немесе тіпті діндар да емес та. Ол адам бір жақсы бір кісі дейді да, бірақ жақсы. Құдай оны азаптай ма не дейді да. Мен айтам, адамдарға салатын болсақ, біз үшін кімнің жақсы, кімнің жаман екен біз емес анықтайды. Өйткені біреу мен үшін жақсы болуы мүмкін, сіз үшін жақсы, жаман болуы мүмкін да. Біреудің ісі маған жек көрінішті болуы мүмкін, сізге сүйкімді болуы мүмкін. Біреудің іс әрекеті сізге тартымды, маған жағымсыз болуы мүмкін. Бүкіл адамдарға бірдей жаға алмайсың деген сөз осы ғой. Сол үшін адамдарға берсең, біз бір адамды жақсы деп айта алмаймыз. Адамдарға салсаң, біз бір адамды жақсы деп айта алмайды екенбіз. Адамның жақсы жаманын сол үшін өлшеп ажыратып беретін ол Құдай екен да. Адамның жақсы жаман өлшеп дұрыстап ажыратып беретін Құдай, енді сол кімнің жақсы, кімнің жаман екенін білу үшін өлшем бірлік ретінде бізге кімді жіберді? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Біз адамдар кімнің жақсы, кімнің жаман екенін анықтай алмаймыз да. Біреу үшін бір тиран басшы бар, ол үшін жақсы болуы мүмкін, біреу үшін жаман болуы мүмкін деген сияқты мәселелер көпше. Ішіне кіре берсең осылай шыға береді да бұл мәселелердің. Айтатын нәрсе көп, бірақ десе дағы Құдайдың құдіретін іздеген адам, Алланың кім екенін іздеген адам жауабын табады. Мен айтамын да, жарайды, агностиксің деймін да, Құдайға сенесің деймін да. Енді Құдай сені жайдан жай жаратты ма не деймін да. Құдай сені еріккеннен жарата салды ма? Манағы жаратылыстың барлығын текке жаратқан жоқ та, ал сені еріккеннен жай нечего делать. Сондай ма? Жоқ деймін да. Сол үшін Аллах Құранда не дейді? Афахасибутум аннама халақнакум абаса. Сендер сонда ойлайсыңдар ма, мен сендерді ойын сауық үшін жараттым деп. Ва аннакум илайна ла туржаун. Сонда бізге қайтпаймын деп ойлайсыңдар ма дейді Құдай. Ермекпен жаратпайды. Демек мақсатпен жаратты. Қандай мақсатта не істеу керек? Жанында не бар? Инструкциясы бар. Махаббатпен жаратқан еще. Ол қандай инструкция? Ол Құран да, ол Құран. Махаббатпен, әлбетте махаббатпен жаратты. Махаббатпен жаратқан адамзатты. Сен десе, ол Алланы жаннан тәтті. Осы сөзге байланысты бар ғой? Қосып жіберейінші. Шабытым ашылып кетті ма? Әңгіме шығып кетті. Баяғыда ұстазымыз айтатын да, Алла дейді, адамзатты махаббатпен жаратты дейді. Ұстазымыз айтатын. Абай өйткені өйстіп айтты ғой жаңа, махаббатпен жаратқан адамзатты. Бірақ кейбір біздің мәтіндерді қарасақ, ақиданы қарасақ, мысалға имам Тахауи деген кісі айтады, халақал халқа биилмихи дейді. Алла біліммен жаратты дейді. Ана жерде махаббатпен жаратты дейді. Оны қалай түсінеміз деп ұстазымыз бір жауапты іздеп келіңдер деп айтатын да. Сол кезде ойлайтын, қалай бұл махаббатпен жаратты дегенді қалай түсінеді екен деп. Сол кезде екі түрлі жолмен түсіндіруге болады екен сөйтсем. Ол қалай? Бірінші жол. Алла тағала адамды жаратқан кезде, қараңызшы, әлі адам намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Діннің бір белгілі нәрселер оның мойнына жүктелген жоқ та. Бірақ Алла тағала адамды жаратты да, періштелерге айтты, сәжде қылыңдар деді. Уже құрметті, уже махаббаты бар екен білдіртіп тұр. Менің махаббатым бұған деген басымырақ екен Алла білдіртіп тұрды. Кейін адам атамыз не істеді? Жемісті жеп қойды, сондай әрекет жасап қойды. Сөйтсе қандай әрекет шығады? Алла қараңсай, в основе негізінде Алла махаббатпен жаратады екен да. Махаббатпен жаратады екен. Құрметті етіп махаббатпен жаратады екен да. Біз жай ғана өзіміз ұсқынсыз әрекеттер жасап, сол махаббатты қуып жіберетін өзіміз Құдайдан. Сол махаббаттан айырылып қалып жатамыз. Сол махаббаттан айырылып қалып жатамыз. Құдай сені жақсы көріп тұр.
Енді дәл осылай қалай адам ретінде жаратылдың, тура солай таза болып, Құдайға рахметіңді айтып жүре берші. Жоқ. Керісінше кірлеп, ластап, аузымызға келген оттап, осы Құдай бар ма, өзі жоқ па деп талқыға салып, Құдай дегендерді боқтап, сөйтіп кетеміз да. Махаббатты өзімізді. Ал енді екіншіден, біз айттық қой, адам ең күрделі жаратылыс та. Біз қазіргі таңда интернетте де көп айтылып жүр ғой. Адам баласында бірнеше мыңдаған километрге татитын тамырлар бар екен. Не сондай әңгіме деймін да, ол мысалы. Жер шарын орап алады дейді. Мыңдаған километрге татитын тамырлар бар екен да. Адам ең күрделі жаратылыс. Енді бүйтіп айтады да. Адам дейді. Жалпы сен байқайсың ба дейді да. Ұстазымыз айтатын да. Бірдеңкені махаббатпен жасасаң ғана ол күшті болып шығады дейді. Кемеліне жетіп шығады дейді. Махаббатпен жасасаң дейді. Дәл сол сияқты жаратылыстың ішіндегі ең кемелі, ардақтысы, күрделісі, құрметтісі адам дейді. Ол тікелей ненің белгісі? Алланың махаббатпен жаратқанның белгісі. Өйткені Алла не деді? Лақад халақанал инсана фи ахсани тақуим деді. Ең көркем бейнеде жараттық деді. Алла махаббатпен жаратқанның белгісі ме? Иә. Тағы да махаббатпен жаратты дегеннің белгісі тағы қандай? Алла не деді? Алла кімді жақсы көреді? Пайғамбарымыз айтады. Алла кім адамдарға пайдалы бола білсе, соны жақсы көреді дейді. Имам Байхақи, имам Табарани жеткізетін хадис. Адамдарға кім пайдалы, Алла соны жақсы көреді дейді. Неге? Адамдарға пайдалы болғаның үшін Алла сені жақсы көріп тұр. Өйткені Алла жалпы адамдарды жақсы көреді. Жалпы адамдар болғанда, намазхан болсын, намазхан болмасын, жалпы қоғамға пайдалы болған адамдарға ғой, дұрыс па? Көрдіңіз бе? Өйткені жалпы Алла бізді жақсы көреді. Жалпы бізді Алла азаптағысы келмейді. Біз ғой махаббатты кері теріп, азапты өзіміз сұрап алатын. Оның мысалын бір ұстазымыз келтірген еді, бүйтіп айтады да. Мысалы, бір бала магазинге барады дейді. Сұрады да, әке дейді да, балмұздақ жегім келіп тұр дейді да, балмұздақ, мороженое. Әкесі біледі, қазір мен әперсем, тамағы ауырады. Бала отырады да, әке, әперші деп жылайды, жерді ұрады, тепкілейді. Сен тұрасың да, жарайды дейсің да, бересің да. Осы кезде уалиллахи масалул а'ла, Алла бүкіл мысалдардан ұлық, бірақ біздің ойымызға жету үшін біз осындай жалпы мысал келтіреміз да. Сол кезде қарап отырсақ, бұл әкесі әперіп жатыр ма балмұздақты? Иә. Әкесінің қалауы ғой. Иә. Бірақ әкесі разы ма? Разы емес дейді. Бірақ оны кім сұрап алып жатқан жылап тұрып? Баланың өзі. Баланың. Бізде солай. Құдай айтты, айналайын істемеші деді. Бармаш деді. Зина істемеш. Ұрлық жасамаш. Арақ ішпеш. Арақ ішпеш. Біреудің ақысына кірмеш деді. Кірсең деп түсіндіріп қойды. Бірақ біз білеміз, зиян екен, бірақ барамыз да. Міне осы болды. Осындай нәрселерге мән беруіміз керек.